Сәлем, Шамшырақ каналына қош келіпсіз. Түскі үзілісте менімен бірге йога жасауға саябаққа шақырамын сізді. Ең алдымен осылай жерге қарай жатып, аяқтарымыздағы табандарды бірге осылай қатармен қосып, қолдарымызды жоғары қарай көтереміз. Тура осы бірер секундта осы йога жаттығуларын жасап, қандай ниет еткіміз келетінін ойланып сұрап көрейік өзімізде. Денемізді рахатқа бөлуге шешім қабылдайық. Ал енді аяқтарыңызды қайтадан жерге қойсаңыз болады да, оң аяғыңызды осылай сол жаққа қарай бұрасыз. Денеңіздің төмен бөлігі ғана бұрылсын, қалған иық, бас, қолдар жерде. Денеңіздің күшін сезінуге шақырамын. Келесі аяққа ауысамыз. Сол аяқ оң жаққа қарай беттейді. Осы йога жаттығулары кезінде біз кішкене күрделірек болатын сізге хабарлап қояйын. Әрбір йога қалыпын бірер секундтарға ұзағырақ ұстап, денеміздің мүмкіндіктерін сезінетін боламыз. Келесі жаттығу біз көпірді жасаймыз. Өкшелеріміз жерде, денеміздің төменгі ортаңғы бөліктері көтеріледі де, шынтақпен, қолмен, аяғымыздың өкшесімен барлық денеміздің мүмкіндіктерін арттыруға тырысайық. Басымыз жерде, кішкене сіз шайқалып отырасыз. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Мен де қазір шайқалудамын. Ал енді кішкене жерге қарай төмен түрегеліп тұрайық. Тізерлеп жерге қарай орналасып, біз енді мысық, сиыр қалыпын жасайтын боламыз. Сиыр қалыпы кезінде демімізді шығарамыз, мысық кезімізде дем аламыз. Тыныс алыңыз, деміңізді терең қылып шығарыңыз. Тамаша. Өте керемет. Енді біз тұмсығы төмен қараған ит қалыпын жасаймыз. Арқаңызды жазып қойыңыз. Бұрылшық еттеріңіз сезініңіз. Ал енді біз оң аяғымызды алға қарай беттейміз, қолымызды жоғары қарай көтеріп, сарбаз қалыпын жасаймыз. Басыңызды жоғары қарай көтеріп, аспанға ғана қарап қойыңыз. Осы қалыпта бірер сәт тұрақтануға тырысыңыз. Қолдарымыз жерге, аяғымыз артқа, тұмсығы төмен қараған ит қалыпы. Келесі аяққа көшсек, сол аяқ алға қарай жылжиды, қолдарымыз жоғарыда, аспанға ғана қараймыз. Осы қалыпты сақтауға тырысыңыз. Қолдарымыз жерге, тұмсығы төмен қараған ит. Өте қатты созылып қоюға шақырамын. Немесе тізелеріңізді бүксеңіз де болады. Өз денеңіздің шамасына қараңыз. Денеңіз сізге не айтып жатқанын тыңдаңызшы. Ал енді біз алға қарай аяқтарымызбен беттеймізде, шайқалып тұрған қуыршақ қалыпын жасаймыз. Шынтақтарымызды ұстап қояйық. Мойнымыздан бүкіл ауыр жүкті түсіреміз. Тыныс алып, тынысыңызды тереңірек шығаруға тырысыңыз. Тамаша. Ал енді біз қалыпты орындық қалыпынан кішкене өзгешерек қалыпты жасаймыз.
Қолдарымызды алға қарай көтеріп, осылай бүкіл арқамыз, жамбасымыз барлығы бір қатарда орналассын. Осы қалыпта сақталып тұра тұрыңыз. Енді түрегелсеңіз болады. Енді ағаш қалпына ауысамыз. Оң аяқтың тізесін бүгіп, сол аяққа қарай оны орналастырып, қолдарымызды жүрегіміздің тұсына қойып қояйық. Тыныс алыңыз. Деміңізді терең қылып шығарыңыз. Арасында сіз шайқалып тұрасыз, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Денеңіздің мүмкіндігін тыңдаңыз. Тамаша, қолдарымыз жоғары қарай көтереміз, төмен қарай орналасамыз. Тұмсығы төмен қараған ит қалыпы, аяқтарымыз артта, қолдарымыз алғаға қарай орналасқан. Тағы да аяқтарымызбен алға қарай беттеп, тербеліп тұрған қуыршақ қалпын жасаймыз. Қолдарымызды шынтақтарымызға қоямыз. Шайқалып қойыңыз. Тыныс алып, тереңірек тынысыңызды шығарыңыз. Өте тамаша. Өте көп жұмыс жасадыңыз. Сіздің қолыңыздан барлығы келеді. Тағы да ерекше орындық қалыпы, жамбасымыз, арқамыз, басымыз бір ретте тұрғаны да дұрыс. Немесе егер қаласаңыз, кішкене көкірегіңіз жоғары қарай осылай көтерсеңіз болады. Қолдарыңызды жаныңызға немесе артқа да қойсаңыз болады. Қайталап айтам, денеңіз сізге нені жасағаныңызды қалайды, соны орындағаныңыз дұрыс. Осы қалыпта сақталынып тұра тұрыңыз. Тамаша, енді түрегелсеңіз болады. Ағаш қалпына оралсақ, келесі аяғымыз сол аяқты оң аяққа қарай орналастырып, қолдарымыз жүректің тұсында. Денеңіз сізге не деп жатыр? Сезініңіз. Шайқаласыз, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Қайталап айтам, барлығы дұрыс. Сіз барлығын дұрыс жасап жатырсыз. Өте тамаша. Тыныс алыңыз. Деміңізді ұзағырақ қылып шығарыңыз. Енді аяғыңызды жерге орналастырып, қолдарыңызды көтеріп, бір керіліп қойыңыз да, енді тұмсығы төмен қараған итке оралыңыз. Келесі, енді біз жан жағымызға планка жасайтын боламыз. Алдымен осылай оң бүйірімізге қарай планкада тұра тұрайық. Салмақтың бәрін өкшелеріңізге, табаныңызға қарай беттеңіз. Аспан сондай әдемі болып тұр. Жоғары қарай қараңыз. Қолыңыз төмен, енді сол қолды жоғарыға өкшелерімізбен бұрыламыз. Келесі жаққа қарай планка. Өте керемет. Тамаша, барлық осы күшті сезініп жатқан боларсыз. Денеңіз сондай күшті. Сіз сондай күштісіз. Тамаша. Ал енді жайлап төмен қарай орналасайық.
сфинкс қалпын жасаймыз. Қолдарымыз жерге. Енді біз сол қолымызды немесе оң қолымызды менің жағдайымдағыдай оң аяққа қарай орналастырып, оң аяғымды соза бастадым. Тамаша қылып созып алыңыз. Бұлшықеттеріңіз сізге рахмет айтып жатыр. Тамаша, жібере қойыңыз. Келесі аяқты созамыз. Сол қол сол аяқты ұстап тұрсын. Өте керемет. Беліңіздегі бұлшықеттер де созылып жатқан болар. Жарайсыз. Тамаша. Түрегеп тұрыңыз. Енді тұмсығы төмен қараған жерге орналасқан ит қалыпы. Керемет. Кішкене түрегелейік. Тұмсығы төмен қараған ит қалыпынан тағы да біз сарбаз қалыпына орналасамыз. Оң аяқтың тізесі бүгулі, сол аяқ жазылыңқы, қолдарымыз жоғарыда, сөйтіп алға қарай біз еңкейеміз. Құрмет көрсетіліп жатылған сарбаз қалыпы бұл. Сіз қазір денеңізге құрмет көрсетіп жатырсыз. Сіз жарайсыз. Құрмет сарбаз қалыпы. Жаймен де ақырындап түрегелесеңіз болады. Енді біз тура осы бүгулі тұрған тізені жамбас бөлігін барлығын ашуға тырысамыз. Қолдарымыз жерде тербеліп қоясыз. Тұмсығы төмен қараған ит. Келесі аяққа алсамыз. Құрмет көрсетіліп тұрған сарбаз қалыпы. Қолдарымыз құлып күйінде артта, басымыз төмен, еңкейеміз. Сол аяқтың тізесі бүгулі, оң аяқ жазылыңқы. Салмақтың барлығын тек қана сол аяққа бүгілген тізеге түсірмеңіз. Оң аяққа да барлық салмақты жүктесеңіз болады. Ал негізінде бүкіл салмақ аяқтарда баланста тұрғаны дұрыс. Сезініңізші барлығын. Аяқтарыңыз не деп жатыр? Күрделі, иә білем. Жерге орналастырыңыз қолдарыңызды. Тура бағанағыдай, сол аяқтың тізесі бүгулі қалыптан оны кішкене ашып, жамбасымызбен, аяғымызбен осылай теңселіп тербеліп қоямыз. Барлық қысым кетіп жатыр сізден. Тамаша. Тұмсығы төмен қараған ит. Жарайсыз. Тізелер жерге орналассын. Тұмсығы төмен қараған иттен енді біз баласына қалыпына орналассақ. Осылай жерге көкірегімізді беттейміз. Қолдарымыз басымыздан жоғарырақ. Жарайсыз. Өте тамаша. Түс үзілісіңізді осылай керемет өткіздіңіз деп үміттенемін. Осы қалыпта кішкене тағы да демалыңызшы. Йога жаттығуына дейін және міне йога жаттығуының соңында өзіңізді қалай сезіндіңіз? Денеңізден сұрап көріңізші. Жарайсыз. Енді сізбен қоштассам, рахмет үлкен. Намасте.